Осы бір тұнбамен бауырыңызды тазалап емдеп алсаңыз болады. Бауыр ағзадағы тазалаушы құрал. Әсіресе тамырымызда ағатын қанды тазалайды. Бірақ біздің жағымсыз әрекеттеріміз, салауатты өмір салтын сақтамағанымыз, көп көлемде дәрі қабылдағанымыз бауырға зиян тигізеді. Салдарынан бауыр улы затқа толып, жұмысы нашарлайды. Ол үшін не істейміз? Осы орайда бауырды дәрісіз қалай тазалап алуға болады? Ең тиімді және тез дайындалатын тұнбаның бірі бұл мейіз тұнбасы. Бізге керегі 400 мл су мен 150 грамм мейіз. Алдымен мейізді тазалап жуасыз, ыдысқа қажетті суды құйып отқа қоясыз. Қайнап шыққан соң мейізді салып 20 минуттай баяу отта қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң отты өшіріп, ыдыстың қақпағын жауып қоясыз. Таңертеңгісін тұнбаны сүзіп алып, аздап жылытып ішесіз. Ескеріңіз, емдік қасиеті мол тұнбаны таңертең аш қарынға ішу керек. Сосын 30-35 минуттан кейін таңғы асқа отырасыз. Осылайша үзбей 4 күн жүргізесіз. Дегенмен екінші күн-ақ керемет нәтижесін көресіз. Тұнбаны мейлінше түнде дайындағаныңыз дұрыс. Мейіз тұнбасының денсаулыққа ешқандай да зияны жоқ. Тіпті бір айда бір апта бойы ішсеңіз де болады. Бірақ ем кезінде майлы, қышқыл, алкогольді ішімдіктен бас тартқаныңыз жөн.